Сіз бай бола аласыз. Джозеф Мёрфи. Бірінші тарау. Құдайдың асыл қазынасы. Сіз өмірге бақытты, толыққанды өмір сүру үшін келдіңіз. Құдайды мадақтап, оған әрқашан қуану үшін. Әлемнің барлық рухани, интеллектуалды, материалды қазынасы Құдайдың берген сыйы. Оларды жақсы істер үшін пайдалану керек. Құдай сый беруші және өзі де сый. Адам сыйды алушы, қабылдаушы. Құдай адамның ішінде мекендейді. Демек, ғаламат асыл қазына сіздің ішіңізде және айналаңызда. Сананың заңдарын зерттеп білу арқылы сіз сол еш уақытта таусылмайтын асыл қазынадан тамаша өмір сүру үшін өзіңізге керектің бәрін ала аласыз. Бай болу ол сіздің құқығыңыз. Сіз өмірге келдіңіз бай болу үшін. Құдайдың сізге берген қабілеті арқылы сіз бай боласыз. Сананың жұмысы сізге тамаша идеялар береді. Сонда сіздің еңбегіңіз өнімді болады. Сізге көптеген материалдық игілік әкеледі. Жүрегіңіздегі Құдаймен ынтымақтық сезімі сізді бай қылады. Демек, сіз саналы түрде ұстанған көзқарасыңыздың және жақсылыққа деген сеніміңіз арқылы бай боласыз. Жаратушының барлық байлығы ішкі және сыртқы сізге қуаныш үшін берілген. Кедейлікте ешбір жақсылық жоқ. Тіпті оны ақылдың ауруы деуге де болады. Сіз өмірге өз орныңызды табу үшін, өз қабілеттеріңізді пайдалану үшін келдіңіз. Сұлулық пен байлыққа толы өмір сүруді үйреніңіз. Өмірге, азаттыққа, тәуелсіздікке құқығыңыз бар екенін сезініңіз. Бай болу туралы ғылым. Біздің әлем заңдылық пен тәртіптің мекені. Біздің бүкіл өміріміз, оқиғалар, әртүрлі жағдайлар, белгілі бір принциптер мен ережелерге бағынады. Бұл жалпыға бірдей себеп және салдар заңы. Закон причины и следствия. Бай болу туралы ғылым сенім заңына, закон веры, негізделген. Өмірдің заңы ол сенім заңы. Сену деген бір нәрсені ақиқат ретінде қабылдау. Сіз бақытты, табысты, дәулетті өмірге сеніңіз. Әрқашан тек жақсылықты күтіңіз. Сонда ол жақсылық сізге келеді. Байлық пен кедейлік, табыс пен сәтсіздік, ауру мен денсаулық, осылардың айырмашылығы адамның сеніміне байланысты. Бұл әлемнің заңы, белгілі бір ой өзіне сәйкес нәтиже әкеледі. Демек, кез келген адам Құдайдың байлығына табандылықпен ұмтылса, ақыр соңында сол байлыққа ие болады. Сіз бай болу үшін жаратылдыңыз. Туған күніңізден бастап, сіздің бойыңызда бақытты, табысты өмір сүру үшін қажеттердің бәрі бар. Жаратқанның барлық күш-қуаты, оның қадір-қасиеті, дарыны, болашағы, осының бәрі сіздің бойыңызда, ішіңізде бар. Сіздің өміріңіз ол Құдайдың өмірі, енді ол өмір сіздікі. Құдайдың барлық істері табысты. Ағаш болсын, әлем болсын, сіз Құдаймен бір тұтассыз. Демек, сіз бақытсыз адам болуыңыз мүмкін емес. Сіз күнкөрістің ең төменгі деңгейін табу үшін жұмыс істемейсіз. Сізге өмір сый ретінде берілген. Сондықтан сіз санаңыз, жаныңыз, денеңіз арқылы барлық бойыңыздағы дарынды сыртқа шығарып пайдалануыңыз керек. Талпыныңыз, ізденіңіз, тура осы сәттен бастап бар күшіңізді пайдаланыңыз. Бизнесмен үшін байлыққа 3 қадам. Менің бір досым бизнесмен Беверли Хиллздан өз дүкенінде әңгімелесіп тұрғанымызда маған былай деді. Менің ағам тура осы іспен шұғылданады. Осы жерден 3 шақырымдай өте табысты, ақшаға шомылады деуге болады. Жақында тағы 2 сатушыны жалдады. Ал мен болсам, ол шетінен бұл шетіне әрең жеткіземін. Мұның себебі саудада немесе сыртқы жағдайларда емес шығар. Ол өзіме байланысты шығар, деді.
Адамның бай болуы оның айналысқан шаруасына байланысты емес, дүкеннің қай жерде тұрғанына да қатысты емес. Байлық дегеніміз адамның санасы. Өмірде небір дарынды адамдар тақыр кедей болады. Көңілі түңілген, ал басқа адамдар жөнді білімі де жоқ. Асып бара жатқан қабілеті де жоқ. Соған қарамастан бай, қуатты өмір сүреді. Әңгіме соңында мен оған байлыққа қарай 3 қадам жайлы айттым. Ол менің берген кеңесіме келісіп, сол 3 қадамды жасады. Енді жағдайы едәуір жақсарды. 1 қадам. Еш уақытта қаржы жөнінде жағымсыз көзқарас ұстанбаңыз. Мен жалды төлей алмаймын аренданы. Шаруа нашар, мен есеп-шоттарды төлей алмаймын, тағы басқа осыған ұқсас сөздерді айтпаңыз. Ойламаңыз да. Осындай жағымсыз ой пайда болғанда бірден былай деп айтыңыз: менің ішімде еш уақытта таусылмайтын асыл қазына бар. Сондықтан барлық қажеттілігім бірден орындалады. Мүмкін 1 сағаттың ішінде бұл сөздерді 50 рет айтуға тура келеді. Табанды болыңыз, сонда жарамсыз ой сізді мазаламайды. 2 қадам. Күні бойы санаңызды байлық туралы ойға үйретіңіз. Оны әдетке айналдырыңыз. Құдай маған әрқашан қиын сәтте көмектеседі. Құдай менің санама тап қазір қажетті идеяларды енгізеді деңіз. 3 қадам. Күнде жатар алдында ішіңізден керемет ақиқат сөздерді айтыңыз. Құдайдың маған берген байлығына мен шексіз ризамын деген сияқты. Бизнесмен досым менің берген рухани кеңесімді орындап, шаруалары түзеліп, өрге басты. Жақында ол маған былай дейді: менің санам бұрын шөл дала сияқты еді. Ол жерде еш нәрсе өспейді, тек надандықтың арам шөптері. Ал қазір мен өркендеу, табыс жолындамын деді. Қолайлы, ыңғайлы, тиімді жағдайлар көп. Сіз космос, электроника, мәдениет, өнеркәсіп, медицина салаларында болып жатқан жаңалықтар заманында өмір сүріп жатырсыз. Адамдарға заманына сай өмір сүру үшін көптеген қолайлы жағдайлар бар. Баюдың заңы барлық адамдарға бірдей. Асыл қазынаны өз бойынан тапты. Бір әйел күнде таңертең радиодан берілетін менің бағдарламамды тыңдайды екен. Енді маған арнайы хат жазыпты: төлемдер сұмдық өсіп жатыр. Мен жұмыс істемеймін. Менің 3 балам бар, соқыр тиыным жоқ. Мен не істеуім керек деп. Мен оған былай деп кеңес бердім: сабырлық сақтап, мына сөздерді қайталай беріңіз. Қазір Құдай маған барлық қажеттілігімді берді. Бұл оның барлық тілектерінің орындалуы, жаңа жұмыс орны, тамақ, киім, жеткілікті қаражат. Бұл сөздерді ол қайта-қайта айта берді. Көңіліне жылылық, тыныштық орнағандай болды. Тіпті осы сөздердің нақты орындалғанын сезінгендей болды. Көп кешікпей таңғаларлық нәтижелер пайда болды. Австралиядан 15 жыл көрмеген әпкесі келді. Көптеген сыйлықтармен бірге ол $5000 чек жазып берді. Біраздан кейін ол бір дәрігерге хатшы болып жұмысқа орналасты. Ал 1 айдан кейін оған тұрмысқа шықты. Ол қазір шынымен бақытты. Бұл әйел нағыз асыл қазынаны өз бойынан тапты. Кедейлік ол ауру. Ауру, disease, жеңілдіктің, сабырлықтың, тыныштықтың жетіспеуін көрсетеді. Жан жағыңызға қараңыз. Әртүрлі әлеуметтік топтардың адамдарын көресіз. Олар бизнестің неше түрлі үлгілерімен шұғылданып, соның нәтижесінде байып, көздеген мақсаттарына жетті. Ал енді біреулер тура сондай жұмыспен шұғылданды да, мамандығы да сондай болса да, кедей, нашар киініп, дұрыс тамақтанбайды. Егер сіздің денсаулығыңыз нашарласа, сіз әрине дәрігерге қараласыз, тексерілесіз, тезірек сауығып кетуге тырысасыз. Сіз өзіңізді қаншалықты кедей деп санасаңыз да, соған қарамастан әрқашан байлық жөнінде ойласаңыз, өз мүмкіндіктеріңіздің көбеюін ойласаңыз, онда өзіңіздің санаңыздың астыңғы қабатынан бірден позитивті жауап аласыз. Нәтижесінде жағдайыңыз дұрысталып, әл-ауқатыңыз өсе бастайды.
Мүмкін сіздің қарыздарыңыз бар шығар. Нақты капитал, активтеріңіз жоқ болуы мүмкін. Бірақ соның бәріне қарамастан, мына сөздерді қайталай беріңіз. Сонда сіздің өміріңізде ғажап өзгерістер пайда болады. Жаратқан иемнің байлығы қазір менің өмірімде бар. Тіпті артығымен. Сол үшін мен ризамын. Бұл нағыз керемет болды. Кітаптың бірінші тарауын жазып жатқанымда маған бір егде әйел звондап, бұл нағыз керемет болды, деді. Өзінің де күйеуінің де зейнетақылары өте төмен болатын, қажеттілігіне әрең жететін. Мен ол әйелге арнайы дұға жазып бергенмін. Жаратқанның байлығы қазір менің өмірімде бар. Ол жан жақтан таусылмай құйыла береді. Мен Құдайға берген сыйына қазіргі жағдайыма ризашылығымды білдіремін. Ол осы дұғаны әрқашан қайталап айта берді. Күніне бірнеше рет. Содан 2 демалыс өткеннен кейін бір кісі келіп есікті қағады. Ол бұл әйелге тиесілі жер телімін сұрады. Шөл даланың қақ ортасында болатын. Көп жылдар бойы ол жерді сата алмаған. Ал бұл кісі былай деді: біздің компания ол жерді сатып алғысы келеді, себебі жақын жерде құрылыс жұмыстарын өткізу үшін электр қуаты қажет. Олар бұл әйелге ешбір құндылығы жоқ жер телімі үшін $10,000 ақша төледі. Бірақ біз айтар едік, ол нағыз керемет емес. Бұл оның тілегіне өзінің санасының астыңғы қабатының жауабы. Сіз капитал жинай аласыз. Адамның ойы көзге көрінбейтін, ақылға сыймайтын күш. Сіз не ойласаңыз, өміріңізде сол болады. Сіздің ойыңыз санаңыздың астыңғы қабатының көмегімен сіз үшін кәдімгі капитал жасауы мүмкін. Сананың астыңғы қабаты ой арқылы қимылға келеді. Егер сіздің басыңызда тек кедейлік туралы ойлар болса, онда сіз кедей боласыз. Ал егер сіз әрқашан рухани, интеллектуалды, материалды байлық туралы ойласаңыз, онда бай боласыз. Демек, егер сіз байлық маған тиесілі деп ойласаңыз және бұл идеяға сенсеңіз, онда сіздің санаңыздың астыңғы қабаты сізге жан жақтан байлықты жібереді. Сіздің ойыңыздың ерекшелігіне байланысты. Ұлы тартылыс заңы. Бірнеше ай бұрын бір кісі маған өзінің техникалық жаңалығын көрсетіп, бұл жаңалығымды іске асыру үшін маған өте көп ақша керек, деді. Мен ол адамға тартылыс заңы, закон притяжения бар екенін түсіндірдім. Сол заңның арқасында арманы орындалу үшін қажеттіліктің бәрі жиналады. Ол үшін мен берген дұғаны қайталап оқи беру керек. Менің санамның астыңғы қабатындағы шексіз интеллект маған идеалды мүдделікті тартып әкеледі. Соның арқасында менің жаңалығым тексеріледі, құпталады, сатылады. Ол көптеген адамдарға пайда әкеледі деп. Бұл дұғаны ол күнделікті қайталап оқыды. Осыдан кейін ол Лос-Анджелесте Уилшир Эйбл театрында бір атақты бизнесменмен кездесті. Ол бизнесмен жаңалыққа қаржы жинау үшін қажетті компаниялармен келісім-шарт жасады. Есіңізде болсын, адамның қолымен жасалған дүниелер әуелі ой елегінен өту керек. Түптен келгенде дүниені, әлемді басқаратын ой. Тараудың қысқаша мазмұны. Бірінші, ақыл ойдың заңдарын пайдаланып, өзіңіздің ішкі асыл қазынаңыздан табысты өмір сүру үшін қажеттіліктің бәрін алыңыз. Екінші, біз дүниеге бай болу үшін туылдық. Жаратқан сіздің бақытты болуыңызды тілейді. Үшінші, өмірдің бәрі себеп және салдар заңы. Закон причины и следствия бойынша өтеді. Жаратқанның байлығына сеніңіз, сонда ол сіздікі болады. Сеніміңізге қарай беріледі. Төртінші, Құдайдың барлық істері табысты. Сіз Құдаймен бір тұтассыз. Сондықтан сіз бақытсыз адам болуыңыз мүмкін емес. Бесінші, барлық байлық ақыл ойдан. Байлық пен кедейлік сіздің ішкі көзқарасыңызға байланысты. Байлықты ойласаңыз, байлық келеді, кедейлікті ойласаңыз, кедейлік келеді. Алтыншы, сіздің айналаңыз көптеген жағымды мүмкіндіктерге толы. Өмірдің ағымына қарсы жүрмеңіз. Сіздің санаңыздың астыңғы қабатында сансыз идеялар бар.
кейбір жаңа идея $50,000 тұруы мүмкін. 7. Өзіңіздің ішіңіздегі асыл қазынамен қарым-қатынас орнату үшін мына дұғаны пайдалануға болады. Құдай маған барлық қажеттілігімді береді. 8. Кедейлік ол ақыл ойдың ауруы. Әрқашан мына сөздерді қайталаңыз. Менің өмірімде әрқашан Құдайдың байлығы артығымен бар. 9. Сіздің санаңыздың астыңғы қабаты әрқашан сіздің нақты ойларыңызға жауап береді, бірақ оның қалай болғанын сіз білмейсіз. 10. Ой көзге көрінбейтін материалды емес күш. Сіздің ойыңызға сізге нақты капитал жинап бере алады. 11. Тартылыс заңына, закон притяженияға сәйкес, сіз ойыңызда не нәрсені қажет деп санасаңыз, сол сізге тартылып келеді. Сіздің айналаңыз және қаржылық жағдайыңыз сіздің ақыл ойыңызға сәйкес келеді. Ой әлемді басқарады.